Ассалаумағалейкум әріптестер, қалайсыздар, амансыздар ма? Қазіргі таңда осы категория мәселесі бойынша e-портфолио сайтына кіріп, өздеріңіздің мәліметтеріңізді енгізу арқылы осы сайтқа тіркелу міндеттеліп жатыр. Бұл сайттың сілтемесі trk e-портфолио.kz сайтына кіресіздер. Мен осы сілтемені төменгі, осы YouTube каналының төменгі бөліміне жүкті жазып қоятын боламын, немесе осылай WhatsApp желісінде келетін болса сіздерге осы сілтемеге кіру батырмасын бассаңыздар. Бұл бойынша тіркелу жүйесін қазір көрсететін болам. Бастапқы несін мен сіздерге көрсетіп өтейін қалай екенін. Қазір өзімнен шығам бұл мәселені қазір. e-портфолиоға кірген кезде жалпы сіздерге тура e-портфолио и осы жерде войти, регистрация, забил пароль деп көрсетіліп тұрады. Сіздер әлі кірмеген болсаңыздар, мүлде тіркелмеген болсаңыздар, онда регистрация бөлімін басасыздар. Регистрация бөлімін басқаннан кейін бұл жерде мәліметтер сұралады. Фамилия, аты жөніңіз, фамилия, имя, отчество, фамилия, дательный падеж, одан кейін табыс септігінде қазақша, электронный почта, пароль и пароль, қойылған пароль, жаңа қойылған пароль қайталайсыздар. Электронный почта сіздер міндетті қолданып жүрген электронный почталарыңызды енгізсеңіздер дұрыс болар еді. Себебі қазір осы мәселені тіркеп болған екен, төменгі бөлімде подтверждать ету қаралады. Яғни қайда подтверждать етіледі, ол сол сіздің мына көрсетілген электронный поштаңызға баратын болады. Осы электронный почта көрсетесіздер, и одан кейін дата рождения, телефон и ваш фото. Фото 3-4 фото ретінде салсаңыздар дұрыс болады. Одан кейін ең жазасыздар, фол таңдайсыздар. Организацияның үстінен басқан екен, поисқа мысалы Тұран мектеп деген сияқты Тұран деп жазсаңыздар, өзі Жетісай ауданы деп толық мәлімет осы жерден көрсетілетін болады екен. Мына жерден мысалы Тұран деген сияқты. Осы жерден мәлімет шығатын болады. Одан кейін основной должность, сол мекемеде атқаратын қызметіңіз, одан кейін дата трудоустройства, яғни сіз сол қызметті қашан бастадыңыз, соны көрсетесіз, и одан кейін тілді таңдайды екенсіз. Одан кейін мына жерге галочка қоясыздар дағына, введите текст с картинка дейді. Мына жерде көрсетілген кодты енгізесіздер. Подтверждай батырмасын басасыздар. Одан кейін сіздерге электронный почта арқыларыңызға кіруді және сол жерден подтверждать етуді сұрайды. Ол сіздердің сол көрсеткен электронный пошталарыңызға барады. Электронный пошталарыңызға, мысалы, мен Gmail аккаунтымды жаздым. Осы Gmail аккаунтта осы неге келеді. Мынандай болып no play деп, no play. Осылай ашылады, барлықтарыңызға осылай келеді, тура осындай. Следующий ссылка деген батырманы бассаңыздар, сіздерде жаңағыдай e-портфолиоға кіргізіледі, активирт етіледі. Сіздер мына жерде пошталарыңыз қате жазып, оны активирт етпесеңіздер, тіркелгенмен мүлде кіре алмайды екенсіздер. Енді мына жерде сіздерге кіру жүйесін көрсетейін. Кіру жүйесін. Егер электронный почта тіркеліп болған екен, осылай өздеріңіздің логин парольдеріңізбен войти деп кіре алады екенсіздер. Портфолио, сал қазақша, өздеріңізге керекті тілді таңдай аласыздар. Менің портфолиом деген бөлімді бастаңыздар. Сіздерге білімі, кәсіптік жолы, аттестация, сарапшылық кеңеске қатысуы, кәсіптік құзыреттілігін арттыру, мұғалімнің жетістіктері, оқушылардың жетістіктері, сабаққа қатысу парағы, ұлттық біліктілік тест нәтижесі, осы мәліметтердің барлығын енгізілу қарастырылады екен. Білім бірінші мәселе, сіздер ол білімді қосасыздар. Жазбаны қосу деп қосады екенсіздер. Мен қазір мына жерде өзім бойынша, мәселем бойынша қосып қойдым.
қайда оқыдым, жаңағыдай қандай мамандық иесі, біліктілігім, пәнім, тілім, одан кейін прикрепить файл деп изображение мына жерде суретті енгізеді екенсіздер. Егер қателіктер орын алатын болса, онда мына жерде қаламшаны басу арқылы түзету жасауға болады. Так, одан кейін мұғалім жетістіктерін толтырасыздар. Мұғалім жетістіктері басқан екен, жазбаны қосу дейсіздер. Лауазымы, жетістік түрі, жетістік түрі мысалы ол аудандық па, облыстық па, республикалық па деген сияқты деңгейлерді өздеріңіз осы жерден таңдап алады екенсіздер. Түсініктеме қосу, сол бойынша қосымша түсініктеме жазып кетуге болады. Күні қашан алдыңыз оны? Одан кейін мына жерге прикрепить изображение деп, сол сертификатыңыз немесе аттестатыңыз, алғыс хатыңыз деген сияқты соны суретін жүктейсіздер. Сурет дұрыс салыну қажет емесе, сіздерде ол қате орын алды деген сияқты жоғарыдан көрсетіп тұрады. Әр нәрсені салған кезде баса назар аударып, туырлап салып кетсеңіздер дұрыс болады. Әйтпесе оған мән бермей қайта-қайта салып жүктей беретін болсаңыздар, қайсы жерден, қай неден қате кеткенін білмей қаласыздар. Так, жалпы осы жүйе бойынша осылай істейсіздер, толтырасыздар. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, мына жерде оқушы жетістігі бар, жалпы өздеріңіз қарап көрсеңіздер, сіздерге қатысты мәселелердің, яғни жеткен жетістіктеріңізге байланысты, тесттен өткен нәтижелеріңізге байланысты барлық нәрсе мониторинг барлығы салынған. Осы бойынша кіріп, жазбаны қосу деп қосып кете бересіздер. Сіздерден көп нәрсе сұралмайды. Сол алған жетістігіңіз бойынша, мысалы сертификат, жаңа айтып өткендей нәрселер ғой барлығы. Сұрақтарыңыз болса, төменде комментарий бөліміне жазып сұрауларыңызға болады, немесе жеке сұрауларыңызға болады. Жауап міндетті болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздердің осы видео пайдаларыңызға жараса, онда мен үшін пайдалы жұмыс атқарған боламын. Осылай тіркелу жүйесін жасасаңыздар дұрыс болады. Жақсы.